Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсер береді. Тіпті созылмалы дерттің дендеуіне себепші болады. Қанның қою болуы адамды ауруға душар ететіні бәріне белгілі. Оны сұйылту үшін дәрігерлер үлкен кісілерге аспирин, кардио, тромбо және басқа да дәрілерді ішуді ұсынып жатады. Бірақ бұл дәрілерді ұзақ ішкенде асқазан мен түрлі организмге кері әсерін беруі әбден мүмкін. Негізі таблетканы 3 ай ішсеңіз, кемінде 4-5 ай демалу керек дегенді естіп жатамыз. Мұндай кезде қан сұйылтудың табиғи әдістеріне көшу өте тиімді әдіс болып саналады. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Пайдалы видеоны көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана кішкентай әрекетіңіз бізді қуантады және арнаны дамуына себепші болады. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның міндетіне оттегі мен қоректік заттарды ішкі организмге тасымалдау ғана емес, бұл иммундық жүйені қамтамасыз етуде қоса алғанда бірқатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе. Қан өте қою болса, ұсақ тамырлар мен капиллярға ену қиын болады. Бұл оттегінің жетіспеушілігі анемияның дамуына әкеледі. Бұл жағдайда қанның ұю, инфаркт немесе инсульттің пайда болуы ғажап емес. Оның алдын алу үшін алғашқы белгілері біліне бастасымен-ақ арнайы маманнан кеңес алып, емдік шараларын бастау қажет. Қанның қоюлануы сапасыз су, күнделікті тұтынатын судың сапасыздығы қанның қоюлануына ықпал етеді. Себебі қанның 80%-нан астамы судан тұрады. Егер де адам сапасыз суды, атап өткенде лас немесе хлорлы суды жиі ішсе, дене оның өзгеруіне көп жасушалық энергияны жұмсауы әбден мүмкін. Оның дұрыс құрылымды болуы өте маңызды. Өйткені оның негізгі міндеттері қанды сұйылту және қоректік заттардың сіңуін жақсарту болып табылады. Электромагниттік сәуле қанның құрамындағы шағын өзгерістерді компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін байқауға болады. Улану. Ағзаны ауыр металдармен және пептидтермен улау, күшті химиялық заттармен өңдеу нәтижесінде көкөністер мен жемістерде жиналуы әбден мүмкін. Қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютердің алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауымен және қанның қоюлануымен бірге жүреді. Жиі стресстік жағдайлар. Стресс гормондар қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететіні дәлелденді. Қанның қоюлануының белгілері: көру және есту қабілетінің нашарлауы, қанмен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниенің қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендеуі байқалады. Осымен бірге құлақташу пайда болуы әбден мүмкін. Тыныс алудың қиындауы, жүректің қанды айдауы қиын болғандықтан адамда аритмия басталады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу физикалық күш салудан кейін де тыныштықта болады. Аяқ-қолдардың шаншуы. Әдетте шаншу аяқ-қолдардың ұю сезімін бірге жүреді. Бұл қанның капиллярға жақсы тамғанынан болады. Осы кезде терінің көкшіл түске айналғанын байқайсыз. Ұйқының қанбауы. Миға оттегінің қажетті мөлшерде жетпегендіктен адам жиі есінейді. Әрі үнемі шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды, әрі көзінің асты көгерген сияқты болып тұрады. Мазасыздану, алаңдаушылық сезімінің туындауы. Жан-жай таппай үнемі алаңдап отырады. Бұлшық еттің ауруы. Қызуыңыз көтеріліп, сай-сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімде боласыз. Ұйықтап жатып та демалғандай күй кешесіз. Әсіресе бастың артқы жағынан береді. Баяу қан кету. Қолыңызды абайсызда кесіп алсаңыз, баяу қан ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл болады.